Баршаға сәлем, менің атым Нұрмахан, жасым 29-да, бойдақпын, гей емеспін. Таңғалатын ештеңесі жоқ, бұл жаста да бойдақ болып, гей болмауға болады екен. Енді түсінгендеріңіздей, бүгінгі менің әңгімем гейлер жайлы. Өйткені қазір гейлер туралы әңгіме айтатындар көбейіп кетті. Кім, қалай, не үшін деген сияқты. Жоқ, қыздар айтса түсінетінім мен. Қыздарға обидно ғой, жігіттер азайып жатыр, нағыз жігіттер. Бірақ неге жігіттер айтады? Жігіттерге гейлердің темасы қызық. Кім гей, не үшін гей? Жоқ, бұрын жігіттердің арасындағы әңгіме былай еді. Ана қыз ба, қыз емес па деп ше. Қазір жігіттердің арасындағы әңгіме, ана жігіт гей ма, гей емес па деп. Жоқ, бұрын біз бір қыздың қыз емес екендігіне байланысты әрекет жасайтын едік, информация жинап, қыз емес екен, так деп. Демек, бұл логикаға сүйенетін болсақ, бір жігіттің гей еместігін біліп алған соң, ол жігіт оған әрекет жасайды. Солай ғой? Жоқ, мен өз басым, мен футболды ұнатам. Сондықтан мен әңгімелерінің 80% футбол туралы, оның ішінде қазақ футболы. Енді гейлер туралы әңгіме айтатын жігіттерге гейлер ұнайды. Тіпті мынандай жігіттер бар. Сіздерде отырғандар бар шығар арамызда. Соларды ұрғым келеді дейді. Жоқ, не үшін ұрады? Ұрғаннан ләззат ала ма? Жоқ, меніңше ләззат алады. Меніңше ләззат алады. Неге? Өйткені олар әйтеуір бір әрекетпен гейлерден ләззат алып қалғысы келеді. Демек, ол жігіттердің ішкі жан дүниесі гей. Бірақ олар актив. Ұрғысы келеді ғой, ұру керек та. Енді әйелдерін ұрып жүрген жігіттер де әйелдерін басқаша да ұрады ғой. Меніңше екеуінде айырмашылық жоқ, екеуі де әлсіз адамға қол көтереді. Бар ма сондай жігіттер арамызда? Бүгінгі әңгіме сіз үшін. Жалпы мен бүгін бұлай бір қарағанда гей екені анық көрініп тұратындар адамдар жайлы емес, түсінгендеріңіздей ішкі жан дүниесі гей адамдар туралы әңгіме айтамын. Олар қандай? Олар үшке бөлінеді. Біріншісі мастар. Яғни ішкен кезде адам іштеңен жасыра алмайды. Яғни өзінің шын бет бейнесін көрсетеді адам ішкен кезде. Байқасаңыздар, мастар айналасындағы адамдарды сүйгіш келеді. Әсіресе достарын, яғни ер адамдар. Ол гей, ішкі жан дүниесі, бірақ айта алмайды ғой. Бірақ әрекет жасап, ішкі құмарлығын қандырып алады да, сүю арқылы. Енді ең қауіптісі не айтайын ба сіздерге? Ол өтірік мас болуы мүмкін. Ол өтірік мас, притворяется, каким-то образом, ештеңе демейді ғой, мен маспын ғой. Мен түсінеді ғой деп сүйіп алады. Бұл бірінші түрі. Яғни мастар потенциальный гейлер. Болашақ гейлер мастар. Екінші түрі сүйісіп амандасатын жігіттер. Бір-бірімен сүйісіп амандасатын жігіттер. Мен мысал үшін өз басым қыздардың өзін таңдап сүйем да. Таныс қыздарым ренжімесін. Мен өзім ұнаған адамды ғана, мен сүйгім келген адамды ғана сүйем, и то бетімді досам былай. Ал жігіттер түсінбеймін, қалай екі жігіт бір-бірін сүйіп амандасады? Жоқ, ойнап болса да қалай сүйет? Ойнап сүйетіндер бар ғой, еріне сүйетіндер бар. Жоқ, көрген соң айтып атырым. Тіпті достарым предлагать еткен маған. Мен айтам, вы чё? Мен мас болсам да сүймеймін. Мен қыздардың өзін таңдап сүйем. Демек, оларда потенциальный гейлер. Сүйісіп амандасатын жігіттер, потенциальный гейлер. Бұл екінші түрі. Үшінші түрі, арттан ұрған жақсы көретін жігіттер. Арттан болғанда. Енді гей деген сөз айтқанда, көт деген сөз айтпаймыз ба? Көттен ұрғанды жақсы көретін жігіттер. Анал. Жалпы не үшін? Мен үшін өзім ой, менен білмеймін қалай екенін. Екі көт ешқандай айырмашылық жоқ. Бір тесік. Мен айырмашылық көріп тұрған жоқпын.
олар да потенциальный гейлер. Мен енді мінезі, жасаған әрекеті, пиараж жігіттер жайлы айтып отқан жоқпын. Олар туралы әңгіме бөлек. Мен ішкі жан дүниесі гейлер жайлы айтып жатырмын. Енді не істейміз деген сұрақ туындайды ғой. Не істейміз енді? Гейлер көбейіп кетті, не істейміз? Маған бәрібір. Маған конкурент азаяды, қыздардың бәрі менікі. Мұның бәрі тек қана менің фантазиям, ал менің фантазиямда шек жоқ. Баршаға рахмет.